Түлкі мен бөдене. Түлкі мен бөдене екеуі айрылмас дос болыпты. Екі дос талай жерді шарлапты, талай қызық көріпті. Күндердің бір күнінде: «Досым, мені бір күлдірші», депті түлкі. «Жарайды, күлдірейін. Сен менің артымнан ерде отыр, мен ұшамында отырамын», депті бөдене. Сонымен бөдене ұшыпты да отырыпты, түлкі желе жорта еріпті де отырыпты. Бір жерге келсе, бір кемпір сиыр сауып отыр екен. Шалы бұзауды ұстап тұр екен. Бөдене ұшып барып, сиыр сауып отырған кемпірдің басына қона кетіпті. Түлкі анадай жерде тығылып қарап тұрыпты. Бөденені көре сала: «Кемпір, кемпір, қозғалма, мен мына төбеңдегі бөденені соғып алайын, ыстық тамақ етіп жүрміз», депті шал. «Жарайды, бірақ қатты соқпа», депті кемпір. Шал жерде жатқан күректі алып, салып қалғанда бөдене ұша жөнеліпті. Күрек кемпірдің басына тиіп, кемпір құлапты. Шелектегі сүті төгіліп қалыпты. Түлкі шексілесі қатып күліпті. «Досым, күлдің бе?» депті бөдене. «Күлдім, досым, күлдім. Разымын, досым, разымын», депті түлкі. Күндердің бір күнінде түлкі: «Ал, досым, енді мені бір мықтап тұрып қорқытшы», депті. «Қатты қорқытайын ба, ашуланбайсың ба?» деп сұрапты бөдене. «Жоқ, ашуланбаймын. Қатты қорқыт», депті түлкі. «Жарайды, қорқытайын. Бірақ сен көзіңді тас қылып жұм. Мен сенің төбеңе қонып, екі қанатымен көзіңді жабамын. Содан кейін сен жүр деп отыр. Оңға десем оңға, солға десем солға жүр. Қашан мен төбеңнен ұшып, көзіңді аш дегенше ашпа», депті бөдене. Сонымен бөдене түлкінің төбесіне қонып, екі қанатымен көзін жауыпты. Түлкі көзін тас қылып жұмып, бөдененің жүр деген бағытына жүріпті деп отырыпты. Осылай жүріп келеді. Бір кезде бөдене: «Аш көзіңді», деп ұша жөнеліпті. Түлкі көзін ашып қалса, таз ерткен бір топ аңшыға таянып қалған екен. Аңшылар қызыл түлкіні көре сала қиқулап қуып беріпті. Түлкі қаша беріпті. Әрі-бері қашқан соң, түлкінің алдынан қалың орман кез болыпты. Түлкі жалт беріп, орманға кіріп, аңшылардан әзер құтылыпты. Бір кезде бөдене келіп: «Қалай, досым, қорықтың ба?» деп сұрапты. «Қорқытқанда осылай қорқыт деп едім», деп түлкі бөденені бас салып жемек болыпты. «Досым, ұзақ жылдар дос болып, ойнап күлдік, талай қызық көрдік. Қазір мені жегелі тұрсың. Қайтем, жесең же. Бірақ осы күнге дейін ат жөнімізді сұрап білген емеспіз. Жесең де атымды айтып жесейші. Ақырғы тілегім болсын», депті. «Ал, айта ғой, атың кім еді?» депті түлкі. «Атым Маңғыт», депті бөдене. Түлкі аузын ашып «Маңғыт» дей бергенде, «Аузыңа саңғыт» деп бөдене ұша жөнеліпті. Осыдан былай түлкі мен бөдене достықтан айырылыпты.